Қымбатты тыңдаушылар, мен естеріңізде болса өткен бір әңгімемде әдебиетіміздің тарихына қатысты өте бір келелі әңгімені айтып кеткен едім. Соны бүгін жалғастырайын деп отырмын. Бұл негізінен сол әдебиеттің тарихына байланысты. Қалған әңгімелерді кейін шетінен айта беретін боламыз. Енді қазір Құдайға шүкір тәуелсіздік алдық. Көп нәрсе ұмытыла бастады ғой. Бәрі дәл бүгінгідей зерттелген, жан-жақты ашылған сияқты болып көрінуі мүмкін. Әйтпесе бұл күні кеше ғана бұл мәселелердің бәрі даулы еді. Әсіресе біздің ұлттық тарихымыз жөнінде, мәдениетіміздің, әдебиетіміздің тарихы жөнінде ол кезде тырп еткізбейтін, аяғымызды бастырмайтын КПСС орталық комитет дейтін бар, қиып етсе қаулы шығарушы еді. Соның қаулысымен біздің халқымыздың үлкен рухани байлығы, әдебиетіміздің үлкен мұралары халыққа жатпақ қалды. Өкінішті. Енді ол мұралар түгіл, сол мұраларды жасаған, бертінде жасаған қайраткерлер, алаштың қайраткерлері, асыл ағаларымыз бәрі де халықтың жауы болды. Не үшін жауы болғанын білген жоқ. Ал енді соның кесірінен біздің әдебиетіміздің тарихы, байтақ тарихы, оның асыл мұралары зерттелмей қалды. Соның кесірінен біздің қазақтың байтақ эпостары түгел халыққа жат болды. Халық өзі тудырған халыққа өзінің асыл мұрасы жат болды. Өкінішті әрине. Сол 1960 жылдың басына дейін біздің жоғарғы оқу орындарында, мектептерде қазақ әдебиеті, оның тарихы 18 ғасырдан 18 ғасырда өмір сүрген Бұхар жыраудан басталады деп келді. Өкініштісі, оның ар жағында байтақ мұра ескерусіз қалды. Мен жаңағы ілгері айтқанымдай, мәселен, біздің қазақ халқы дүние жүзінде эпос тудырған халық бұл 4-еу, 5-еу екен. Соның біреуі қазақ халқы. Телегей теңіз, Алпамыс сияқты, Қобылан сияқты, Ертарғын сияқты, Батырлар жыры, Қыз жібек сияқты, Қозы көрпеш баян сұлу сияқты ілері эпостық жырлар, бұлардың бәрі оқытылмады жастарға. Көп бұрынғы ұрпақ осыны білмей өсті, өкініші. Кейін кезден зерттеле басталды ғой, сол 1960 жылдардың басынан бастап жаңа көзқарас пайда болды. Ел ішінде әртүрлі мемлекеттерде кішкене сол өзінің тарихына жан ашитындар, зерттеуші мамандар бәрі сол өз әдебиетінің, мәдениеттің, халқының тарихы туралы ашық пікірлер айта бастады. Біздің қазақ әдебиетте солай болды. Жаңа айттым ғой, біздің қазақ әдебиетінің тарихы 18 ғасырдан 18 ғасырда өмір сүрген Бұхар жыраудан басталады дейді. Ар жағында не, сонда әдебиет жоқ па? Жалпы біздің білетініміз, халық болған жерде ол тарих болады. Халық болған жерде халықтың мәдениетінің тарихы болады. Міне сол 60 жылдарда осындай пікір шыға бастады. Дұрыс емес бұл тенденция. Енді анау біз енді білеміз ғой, жұрттың бәрі де біледі. Жаңа концепцияның негізгі авторы ол кезде академик Қажым Жұмалиев дейтін ағамыз еді.
Қажекеңде мен араласқаным жоқ. Көрдім, тыңдап жүрдім. Өз шешен, сосын тура айтатын, білген бүкпей айтатұғын, сондай айбарлы кісі еді. Және қазақ эпостарын шетінен жатқа айтатын кісі болатын. Сөйтіп 1960 жылдардың басынан бастап біздің Алматыда о кезде жалғыз университет бар Қазақстанның маңдайында. Қазақтың Киров атындағы мемлекеттік университет дейтұғын. Қазір таяқты лақтырып жіберсең екі баста сол университетке тиеді. Білімі жоқ, ғылымы жоқ. Университеттер дамыды. Сол университеттің қабырғасында Казгу дейді жұрт қысқартып оны. Соның қабырғасында қазақ әдебиеті кафедрасында жаңа ой өрісі туды. Оның басында қадірлі ағамыз өте білімпаз кісі еді, Бейсенбай Кенжебаев тұрды, профессор. Бейсекең жоқ, ол дұрыс емес. Халық болған жерде оның мәдениеті болады. Халық болған жерде оның әдебиеті болады. Ол әдебиеттің тарихы болады. Сондықтан біз мұның ар жағындағы әдебиетті қайда қоямыз? Бұқар жыраудың ар жағындағы деген әңгімені көтерді бұл кісі. Енді жасыратын жоқ, ол кезде ұнай қойған жоқ жұртқа. Өткен сол кезде мәселен Шортанбайларды сынап ескішіл ақын деп сөйтіп жүретін кез ғой. Бейсекең бұлай сырттай қарағанда момын, томаға кісі болатын. Ал бірақ мынау әдебиеттің тарихына келгенде, осы принцип мәселеге келгенде бұл кісі қайтпайтын батыр болып шықты. Қанша жерден бетін қайтарса да Бейсекең қайтқан жоқ. Сөйтіп қазақ әдебиеті кафедрасында бұл кісі өзінің мектебін қалыптастыра бастады. 1960 жылы университет бітірдім. Сол университетте қалдым осы кафедрада. 1964 жылы Бейсекең ағамыз маған ұсыныс жасады. Мырзатай, сен шет жағын естіп жүрсің ғой енді. Сендер істемегенде кім істейді бұны? Сендердің жандарың ашмағанда кім жан ашиды? Бұл сендердің туған әдебиеттерің, соның тарихы. Сондықтан сен биыл келісім берсең, мүмкін болса сен биыл аспирантураға ауыс деді. Мен өзім жетекшілік жасаймын. Келешекте бұл өте маңызды тарихи мәселе болады бұл деп. Мен ойланып біраз, сосын бұлай ар жақ бер жағын зерттеп қарасам, жаңағы мен диссертация жазсам, аузымды бағып, аузымды қағып отыратын адамдар көп екен. Бір күн Бейсекең айттым, Бейсеке, осы мен бір басқа бір тақырыпты алсам ғой деді, аспирантураға барсам барайын дедім. Сонда ана кісі, мырзатай, несін қорқасың сен? Қазір енді Құда қаласа бір жақсы заман келе жатыр. Еркін заман келе жатыр. Еркін сөйлейтін, ашық айтатын заман келе жатыр деп маған бір қуат берді. Сөйтіп 1964 жылы мен аспирантураға ауыстым. Аспирантураға ауысқансын, сол бірінші жылдың өзінде 3 ай Мәскеуде Ленин кітапханасы дейтін үлкен байтақ кітапхана болатын. Сол кітапхананың асыл қазынасында соның қорында отырдым зерттеп. Сол біздің әдебиет тарихын зерттегендер, түрік тарихын зерттеген кісілердің, мәселен, Радылов, академиктер, Бартыл, Тос сияқты асылдардың, Малов, Сергеев емші, осылардың еңбегін ақтардым. Ақтарға өзім шылда қызығып кеттім. Ойма, біз мынандай мұраны жасаған екенбіз ғой. Неге біз өзіміз бұдан ат-тонымызды алып қашып жүрміз деп. Бірақ мен білдім, оны жұрттың бәрі қолдай қоймайтынын. Сол мен Мәскеуден 3 ай болып, о кезде біз мейманханаға жататын ақшамыз қайда, аспирант болсаң да бермейді. Сол
таныс жағалаймыз ғой, қазақ емеспіз ба. Сол жерде жаңағы біздің кейбір ағаларымыз тұратын. Жазушылар, Қазақстан Жазушылар одағының СССР Жазушылар одағында өкілі болып, Тәкен Әлімқұлов сол жерде тұратын еді. Жарықтық. Сосын жағалап бұл кісіні іздеп ағам тауып алдым. Тәкен Әлімқұлов. Сөйтсем, Мәскеуде әдебиет институтының жатақханасында тұрады екен бір бөлмеде. Маған айтты, келгенің жақсы болды. Онда мен қасымда тұрасың, жатақханада орын бар деп. Сөйтсем, Қалихан Ысқақов, қазақтың кейін атақты жазушысы, Қалихан Ысқақов сол кісінің бөлмесінде тұрады екен. Сол лицензияда оқиды ғой деймін. Қайран қалдым, ана Қалихан Ысқақов жаңа Тәкен Әлімқұловты шал дейді екен. Тәкен Әлімқұлов жаңа Қалихан Ысқақов кетік дейді екен. Оған намыстанып отқан жоқ, әбден етеліп үйреніп кеткен бұлар. Сол жерде бір әзіл қалжың, сосын жаңағы менің келген тақырыбым туралы Тәкен қуанды. Жақсы болды. Біз енді мына жерде қарап отырмыз ғой. Бізден басқа елдің барлығы өзінің мұрасына ие болып жатыр. Біз ғана осыған жолай алмай қашып жүргеніміз жоқ-ау. Бізді осыған жолатпай жатыр ғой деді. Енді сен тәуекел деп келген екенсің, жолың болсын деп маған бата берді. Сөйтіп, 3 ай ғой аспирантура. 3 айдың 2 ай соғысын жанында жаттым. Менде ақшам жоқ. Қалиханда да ақша жоқ. Біздің әйтеуір күн көріп отқанымыз Тәкен аға. Тәкен аға шахматты қатты ойнайды екен. Сөйтіп ана еврейлерді ұтып келеді, ақша ойнайды екен. Соғысы, ал бүгін бір қор ақша тауып келдім деп мәз болады ғой. Сөйтіп ет әкеледі, анауын әкеледі, сонысы Қалихан асады ғой ет. Ет тасып, ана айран ішетін кефир бар ғой, бутылка, шыныдан. Сонымен жаңа оқтау қылып, сонан сонымен илейді. Мен етім қандай болды екен бүгін деп мәз болушы еді. Есімде сол күндердің бірінде осы Жұлдыз журналында Тәкен Әлімқұловтың бір нөмірде көк қаршыға, сосын сары қыз дейтін 2 әңгімесі жарияланды. Мен жаңағы библиотекадан, кітапханадан оқуымнан келдім. Тәкен аға жұмыстан келді. Қалихан ерте келген еді. Сөйтіп Қалихан Ысқақов ет асып қойыпты. Ет дайын, енді қамырын үйлеу қалды деп сөйтеді. Сөйтіп отырып, әй шал деді. Сенен сүйініш сұрайын деп отырмын. Сүйінішің дайын. Сен бүгін Жұлдыз журналына 2 әңгімең шықты. Көк қаршыға, сары қыз дейді ғой. Өзі біледі ғой, Тәкен аға оны Жұлдызға жіберген. Соны қуанып қалды. Көрсетші, маған көрсетші деп. Көрсетемін, бірақ өзім оқып беремін деді Қалихан. Жөнді орындықта жоқ. Үшеуміз 3 төсекте отырмыз. Тәкен аға малдасын құрып отыр. Кімде Қалихан да малдасын құрып отыр. Оқыды. Сонда мен көп араласпаған адамым ғой. Тәкен аға өзіне өзі риза болып, мұрнын бүйтіп сипап, ай мына жерде тастап жіберген екен. Ай мына жерде тастап жіберген екен ғой. Сөйтіп отырды. Сосын мен кейін Мәскеуден Алматыға келгеннен кейін ол кісінің көк қаршығасы Ақан сері туралы еді. Сары қызы Тәттімбеттің ғашығы, атақты күйші. Өзі Тәкен аға күйші еді ғой өзі. Ылғи күйшінің ортасында туған адам.
Созақта. Сөйтіп мен инсценировка жасадым. Инсценировка жасап, оны радиоға бердім. Радиодан бір күні берді. Маған телефон соқты. Сіздің Сары қыз дейтін инсценировкаңызды берейік деп отырмыз деп. Сөйтсем ол Сары қыздың рөліне Зәмзәгүл Шәрипова дейді он. Атақты Қазақстанның халық артисткасы апамыз атқарған екен Сары қыздың рөлін. Мен келгесем, маған айтты, тағы бір репетиция өткізіп алайық деп. Сосын жаңа апамыз келді, ол кезде біз жаспыз ғой, баламыз. Анағысыны көргеніме қуанып қалдым. Зәмзәгүл апайды. Өзі бір биязы сондай кісі екен. Сосын жаңағыны инсценировка жасап, оқып, сөйтіп жатыр ғой енді жаңағы. Маған айтады, сен ұлы жүздің баласы емессің бе деп. Сөйтсем ана кісі өзі ұлы жүз екен. Тәкен Әлімқұлов төзіз ғой. Сенің сөз саптауыңнан аңғарып қалдым деп. Рахмет абай. Сөйтіп ол бір сондай бір олжалы әңгіме болған еді. Сосын мен Тәкен аға бір командировка кететін болды ма? Сосын мен жағалап тағы қайда барамын деп таныс іздей бастадым. Елеукенов дейтін ағамыз менімен бірге істеген университетте, филология факультетінде соғысы біздің факультет партияның секретары болған. Соғысы қоғамдық ғылымдар академиясында оқып жүрген еді уақытша. Соғысын тауып алдым. Сосын айттым енді. Аға, осында келіп ем енді. Соң жатады жер іздеп жүрмін паналап. Қасыма кел мен. Диван тұр. Диванда жатасың сен. Анау академия общасы қынауық. Өз барлығы жақсы екен. Маған ертек сияқты болып көрінді. Соған барып қалған бір ай сол Елеукенов ағаның қасында болдым. Және тамақ маған тегін, ол сөз төлеп қойған, және олардың тамағы өте арзан екен. Ана қоғамдық ғылымдар академиясының нелері, асханасы тап беретін тамақ арзан екен өте. Маған айтатын, қалаған өзің тұра бер, қалаған уақытыңда барып тамақ ішесің. Маған белгілеп қоясың болды деп. Сол ағамыздың, осы ағаларымыздың анау, Тәкен аға, мына Елеукенов аға, Шерияздан, осы кісілердің бір сондай шарапатын көрдім, жақсылығын көрдім. Өте жақсы болды. Сол жолы мен көп материал қарадым, мақтарып, әсіресе мына академиктер Радылов, Бартыл, осы кісілердің соғысын, Малов, Сергеев, Малов деген соғыс жылдары біздің Алматыда болған екен. Алматыда болғанда Каспий дейміз, Абай атындағы пединстің, сонда сабақ берген адам. Енді кегесін кейін кафедрада есеп бердім ғой енді. Есеп бердім. Жұрттың бәрі мұқият тыңдап, тегіс келіп, жұрттың бәрі жерден алтын тапқандай қуанды. Мен ақтарып, көп материал әкелдім. Соң Бейсекен қуанып, мен осы ғой айтып жүргенім. Бұл қаза берсең, бұл терең құдық, бұл шыңырау. Құда қаласа біз көп нәрсені істейміз. Жалғыз сен емес, сенен кейін басқа аспиранттарды аламыз деп. Сөйтіп мен Бейсекенің тұңғыш аспиранты болдым. Осы ескі дәуір әдебиетіне байланысты. Менен кейін Мұхтар Мағауинді аспирантура қалды. Аспирантура Мұхтар Мағауин қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиетті алды. Оның кейін енді біздің шәкіртіміз, мен де сабақ берген
Алма Қыраубаеваны алды аспирант етіп ол. Сол Оғыз Қыпшақ заманының жырларын алды зерттеуге. Кейін Рымғали Нұрғалиді аспирант етіп алды. Рымғали, бірақ ол жаңа тақырыптан, Әуезовтің драматургиясынан қорғады. Бейсекенің алғашқы шәкірттері деп атайтын болсақ, міне осылар. Сөйтіп, енді мен кегесіне зерттеуім жалғастырып, шынында да біздің жаңағы қазақ әдебиетінің тарихы 18 ғасырдан басталады, 18 ғасырда өмір сүрген Бұқар жыраудан басталады деп жүргеніміз әбестік екен, шынын айтқанда. Ол әбден біз жалтақ бақпаған халықпыз, біз аузымызды бағып, бетімізден қайтарып, күн бермеген орталық бар анаяқта Мәскеуде, қиып етсе қаулы шығарады, соның кесірінен біздің ғалымдардың көбі жалтақ болып қалған. Мен сол кезде бір кітап, кішкентай бір қара кітапша барады, қолымыз қазақтың шығу тегі туралы деп. Оның авторы Мұсатай Ақынжанов дейтін ағамыз еді. Ғылым докторы, профессор. Сол кісі жаңағы несінде қазақтың шығу тегі туралы деген кітабында, кітапшасында қазақ қайдан шыққан? Сол ар жағында менің Мәскеуден оқып келген, ар жағындағы түрік қағанаты, оның ар жағындағы сақтар, оның ар жағында ғұндар, бер жағында түріктер, сосын қарлықтар, қыпшақтар, осының бәрін тізген, сөйтіп айтып келіп, қазақ деген сөз, қассақ деген сөз. Қазақта сондай бар ұғым, қас батыр, қас сұлу деген. Қассақ деген сөз, нағыз сақ. Нағыз қазақ деген сөз болады деп жазды. Осы менің көкейіме қатты қонды. Сөйтіп зерттеуге мен жалғастырдым зерттеуімді. Сөйтіп көп материал жинап, аспирантураның, өзі 3 жыл болатын аспирантураның бір жарым жыл өткен кезде Бейсекең мәселе көтерді. Біз енді мұнаны қолға алдық қой, кітап шығарайық. Әрқайсың өздерің осы уақытқа дейін жинаған зерттеген материалдарын беріңдер маған деп. Сөйтіп, біз 1967 жылы мынандай кітап шығардық. Ертедегі әдебиет нұсқалары деп. Бұның атын қойған Бейсекеңнің өзі жарықтық. Әруағынан айналайын. Бұл 1967 жыл шықты. Бұның шыққаны қиын болды өте. Өйткені ол кезде жаңағы айтқан Қажым ағамыз бастаған топ бар. Олар қарсы болған. Жат ақындар ананың бәрі қазаққа жат, қазақ әдебиетіне қатысы бар деуге болмайды деп жүрген кез. Сөйтіп бұл кітаптың шығуы қиын болды да, мәселе госкомиздат деген болған сол кезде. Баспа жағын басқаратын министрлік болды. Госкомитет деген өзі министрлік. Соның бастығы Зазулин деген кісі екен. Сол бәрімізді жинап, мұнаны талқыламасақ болмайды, қателеспеу үшін кен талқылап шығарайық деп жинады жұрттың бәрін. Мұнаны осы бағытты жақтайтындар Әлкей Марғұлан академик, академияның корреспондент мүшесі Есмағамбет Исмайылов, сосын жаңа профессор Бейсенбай Кенжебаев, ол кезде доцент еді Қанғали Сүйеншәлиев, сосын жастар жағынан мен бардым. Ар жағынан жаңа осы дәуірге, осы кезеңге қарсы деген кісілерден Қажым Жұмалиев, Ысқақ Дүйсенбаев, ғылым докторы Әнуарбек Дербісәлім, осы кісілер келді. Кең талқылау болды. Кәдімгідей ашық талқыға түсті.
Зазулин деген өзі қазақ тілін білмейді екен, бір аудармашысы бар, аударып отырды оған. Сөйтіп, бұл жиналыстың қорытындысында мына кітапты шығару керек деген шешім қабылдады. Соның сол кезде сол комитетті мен өзім ойлаймын да кейін. Сондай орыс басқарып отқан жақсы болған. Қазақ болса жалтақ боламыз ғой біз. Неше түрлі қағаз жуды көріп қалған еліміз. Құрысын не қыламыз бұны. Даудан аулақпын. Қоя тұрайық бұны. Пісу жетілсін деп зынданға тастай салатын еді. Сөйтіп, мына кітап дүниеге келгеннен кейін шынтуайтын айтайық, жұрттың көзі жарқ ете қалды. Бұнда біз ар жағын айтпай, түрік қағанаттан берге асыл мұраларды сөз қылдық. Оны мына ол кітаптың жаңа авторлары айттым ғой мен. Бейсенбай Кенжебаев, Қанғали Сүйеншалиев, сосын мен, Мұхтар Мағауин, Қабиболла Сыдық. Осы кісілердің авторлығымен шықты. Бұл енді сүйіншілеуге тұратын дүние еді. Мен өзімде бірінші рет басқаның бәрі мақалам газеттерге шығып жатты ғой қаптап. Бірақ мынандай кітап болып шыққан жоқ. Мынау шыққан кезде бұның алғашқы бөлімін мен жаздым. Ежелгі дәуір әдебиет. Көзіме жарқ ете қалды. Мен бір айды аспанға шығарғандай бір үлкен бір жеңіске жеткендей болып сөйтіп жүрдім. Енді жаңа Бейсекеңнің айтатыны ғой. Мына біздің көршілес халықтардың бәрі өз әдебиеттерінің тарихын баяғы заманнан бастайды. Бізде сол түрік халықтарының біріміз, сол асыл мұралардың иесіміз біз. Біз неге бұларды зерттемейміз деп жарықтық. Сөйтіп, мен диссертациям тақырыбы көне түрік әдеби ескерткіштері және олардың қазақ әдебиетіне қатысы деген болды. Ол ескерткіштерді негізімен зерттегенім түрік қағанат замандағы ескерткіштер, ол әлемге әйгілі тарихқа қашап тұрып жазылған сол заман жыры авторы Йолық деген сол Орхон ескерткіштер еді. Орхон ескерткіштері бұл Орхонны Монғолияның Селенге өзенінің жағасынан табылған ескерткіштер біраз. Олар жайында көп зерттеулер, жұрт өзі оқып алар мына біздің кітабымыздан. Оның бірін әңгіме айтпай-ақ қояйын жалпы. Соны ең алғаш дерек берген бұл жайында Құданың құдіреті. Аты тарихта қалды. Тұтқын шведтің офицері екен, Страленберг дейді. Сол жақты кезіп аралап жүріп, мына тастан жасалған ескерткіштерді көреді ғой. Қараса, жақындап қараса, іші толған жазу. Ең алғашқы деректі осы береді. Кейін Спасский дейтін бір журналға материал беріп, сонымен дүниежүзі ғалымдардың назарын аударады. Оның ең алғаш жан-жақтан зерттей бастайды. Бұл не қылған тас бұл? Экспедиция жібере бастайды. Финдер, ойбай, мына біздің тіліміз екен, біздің мұрамыз деп финдер жібереді экспедицияны, Гейкел бастаған экспедицияны. Ресейден Ядринцев бастаған экспедицияны жібереді. Жан-жақтан зерттеу басталады. Сөйтіп, бұл үлкен зерттеу объектісіне айналады. Ресейде академик ұлты неміс, академик Радлов дейтін кісі болған, сол кісі зерттей бастайды. Мына не қылған әріп бұл. Бұл не қылған жазу, мына тасқа қашалған. Бұл кімнің жазуы дегенді анықтау керек болды ғой. Соны анықтауға кіріседі жарықтық. Радлов. Ал анаяқта теңіздің жағасында телміріп тұрған кішкентай Данияда
Kopenгаген университетінің салыстырмалы тілдер кафедрасы меңгерушісі Вильгельм Томсон дейтін кісі сол жақта зерттеп бастайды жазуды. Сөйтіп ақырында 1893 жылы бұны жазудың сыры табылып, оны жариялайды. Сол кезде Томсон жариялайды. Сол кезде Радлов 18 әріпті тапқан екен. Өзінің жұмысын салыстырып, Томсонмен салыстырып қараса, бәрі бірдей. Сөйтеді ар жағына бұл аудармайды да, Томсонның аудармасын пайдаланып, расшифровкасын пайдаланып, бұл тұңғыш рет орыс тілін аударады, ескерткішті. Сосын бұл кімнің ескерткіші екенін анық айтады. Түрік халықтарының ескерткіші. Жаңа айттым ғой, Гейкел бастаған Финтергел ойбай мына біздің ата-бабамыздың жазуы екен деп келіп зерттей бастайды ғой. Кейін олар ол райдан қайтып, жұрттың бәрі бүкіл дүниежүзі ғылымы, түркология, бұл түрік халықтарына ортақ мұра деген пәтуаға келеді. Міне шынтып айтқанда бұл біздің қазақ әдебиетінің тарихын зерттеуде келген төңкеріс болды. Мен 1967 жылы, 69 жылы, мынау 67 жылы шықты кітап. Мен 1969 жылы кандидаттық диссертациямды қорғадым. Менің қорғауым, ол кезде кандидаттық диссертациялар көп болса, 1,5 сағатта қорғап кететін, 6 сағатқа созылды мен. Сол жолы әйтеуір жаңағы этнографтар, тарихшылар, әдебиетшілер, жазушылар, лингвистер, этнологтар түгел келді. Түгел келді бәрі. Сондай бір қызу қорғау болды. Сол кезде есімде менің ресми төрешім оппонентім академик Әлкей Марғұлан болды. Екінші оппонентім менің бұрын қорғап кетті, Мұхтар Мағауин болды. Сонда Әлкей аға талқылап ұзақ болып кеткеннен кейін, ол кезде жолдастар деп сөйлейді ғой. Жолдастар осы мынау биология, физика, химия, математика саласында зерттеген жұмыстың мазмұны, мағынасы өте күшті болса, соған кандидат диссертациямыз бірден докторлық атақ береді. Мен мына Мырзатайдың мына жұмысына докторлық атақ беруді сұрайын деп отырмын ғылыми кеңестен деді. Мен өзім қалт-құлт өтіп отқан қорғап шықсам екен деп, ойбай мынаны айтып қалды, маған кесір болмаса екен деп отырдым. Бір адам қарсы болды ғой деймін. Айтыс тоқтайтын емес, бір кезде Әбділда Тәжібаев ағамыз, ол ғылыми кеңестің мүшесі емес, сол жаңа тақырып қызық болған кеп қатысқан ғой. Баяғы Иван Грозный сияқты таяғын көтеріп, жолдастар, енді бұл өзі жаңа зерттеле бастаған тақырып қой бір. Сондай мәнді мағыналы тақырып. Бұл ел ары қарай жалғаса берер. Ал енді мына жұмыстың бағасын берейік, бағасын беріңдер деп. Сөйтіп, жасырын дауыс бергенде, маған бір адам қарсы болды. Қалғандар түгел дауыс берді. Бұл кейін әдебиет тарихында бір үлкен төңкеріс сияқты болып бағаланды. Соны мен осы тақырыпты зерттеп, осы жайында әңгіме айтқан кісілердің көбі, менің мақалаларымды оқыған, мына кітапты оқыған кісілердің көбі маған берген бағасы өте биік болды. Қазақ әдебиетінің тарихы 12 ғасырға тереңдетті деп. Тәуба деймін. Шүкіршілік. Ал енді кейін мен онда Талдықорған пединститутында диссертациясын қорғағым, ғылым кандидатым, ректор болып жүрген кезімде сөйледі. Талдықорғаннан шыққан азаматтар келіп, жол жөнекей маған соғып кететін. Соның біреуі менің құрдасым, қазақтың классик жазушысы
Сайын Мұратбеков еді. Мұратбеков сол Қапал ауданынан азаматы. Келген сайын маған соғып кетеді. Кейде машина берем, өз машинасыз келсе, кейде өзім апарып сол бірге барам. Bir жолы келді. Сәлем бере кетейін деп келдім. Қайда Қапалға баратырмын. Жол болсын. Не керек? Машина керек. Жоқ, машинаның керек жоқ. Ал осы жол мен кім болып келді деп тұрсың, осы Мырзатай деді маған. Сен сайынсың ғой. Сайын Мұратбековсың ғой деймін ғой. Сен айтам, ол рас, мен сайын екенмін. Ал бірақ мен бір жолы жазушы баспасының директоры болып келіп тұрмын. Сөйтсем баспаға директор болған екен. Сосын айтты. Жұрт не осыдан алады кітап шығарады. А сен жазып жатсың. Сен жазғаның бәрін жарса, газет журналдардың бәрі жариялап жатыр. А сен неге кітап шығармайсың деді. Ойбай, сайын мен ойыма келген емес бұл. Және оның қолымда тимейді, қазір жұмыстың бағыты басқа деп. Сен одан мен қой. Маған жарияланған мақалалардың бәрін жиып бер. Bir aydan кейін алып кел маған. Сол сайын айтқасын барлық мақалаларды жиып, Құдай сақтасын, папка қылып, сайынға апарып бердім. Жазушы баспасына. Аруағынан айналайын сайын. Сонда менің мақалаларымның бәрін жинап өзі осының атын қойып, сосын бәрін бөліп тақырыптарға мына кітапты шығарды, асыл арналар деген. 1986 жылы. Осы кітап өзімізде шыққаннан кейін, бір айдан кейін Қытайдан келген бір бауырлар алып кеткен болу керек. Bir aydan кейін Қытайда Пекиннің ұлттар баспасында жарияланды. Төтеменен. Осы кітап біздің қоғамда, әдебиетіміздің тарихында көптеген ой қалыптастырды, пікір қалыптастырды. Кейін бұл кітап шыққаннан кейін мен оқу министрі болып келдім Алматыға. Соны Әбділда Тәжібаев ағама сәлем берейін деп телефон соққым түсем. Мырзатай, бәрін естіп жатырмын. Сен бір асыл арналар дейтін керемет кітап жазыпсың ғой. Маған неғып бермедің ме? Мен көрдім біреуден деп сөйдеді. Сол шықты кітап. Апарып берем маған. Сол кітабымды апарып бердім. Ол көп кешікпей қазақ әдебиетінде үлкен бір бет асыл арналарды оқығаннан кейін деген үлкен мақала жазды. Ол маған үлкен мәртебе болды. Әбділда сияқты өзі ғылым докторы, атақты ақын, последний из магикан деген сияқты олардың сарқыты Әбділда сияқты ақыны мен туралы ағыл тегіл көсіліп жазатын мақала. Құдайға шүкір. Ал енді осы мен жаңа зерттегенім мына түрік халықтарының ортақ әдеби ескерткіштер және олардың қазақ әдебиетіне қатысы ғой. Соның ең басында оның бәрін ежіктеп зерттеуге Мұршағайда соның ең басында Орхон ескерткіштері тұр. Мен осын зерттедім. Тасқа қашалып жазылған біздің халқымыздың тарихын қамтыған, оны бүкіл көркем әсем бейнелеген, жырға айналдырған асыл тастар, жыр тас деймін мен мұны. Жыр тастар біздің асыл мұраларымыз еді. Соның ішіндегі ең асылдары Күлтегін білге қаған тоны көктейтін жырлар. Бұл ескерткіштердің жанры туралы дау көп болды, талас көп болды. Оны бірде-бір ғалым о заманда
тұнып тұрған әдебиет деп таныған жоқ. Бұл тарихи бір ескерткіш, тіліміздің ескерткіш деген пікірлер болды. Бірақ ішінде өлең сияқты ұйқастар бар дегенде пікірлер болды. Бірақ бұны таза әдебиет деп таныған адам, ең алғаш таныған адам бір Ия Васильевна Стеблева дейді, ғалым. Мәскеуде тұрады екен, мен өзім оны білмеуші едім. МГУ-дің Старан Азия Африка дейтін институтының ғылыми қызметкері. Ол кісі, мен Қазақстанды, ол кісі Мәскеуде зерттеп жатыр екен осы. Ол кісінің кітабы шықты менен кейін. Ол кітабы «Поэзия тюрков 5-8 веков нашей эры» деген кітап шыққаннан кейін мен соған көзім жетті. Одан бұрын бір адам айтқан, біздің қайта Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезовтің айтатыны бар. Мынау көсіліп тұрған жер ғой мынау. Дала жыры ғой мынау дейтін пікірлері бар. Ал енді бұнда сол өз негізі 3 жырдан тұрады. Күлтегін, білге қаған, тоны көк дейтін. Бұның негізгі авторы Иолық деген дейтін. Біз енді Бұхар жырау дейміз ғой. Сол заманның Бұхар жырау өті осы кісі. Иолық деген. Енді Күлтегін, білге қаған дейтін бұл екеуі мына бірінші түрік қағанатын құрған Бомын Естемей деген бабаларымыз. Бұл екеуі дүниеден өткеннен кейін түрік халқы ырың-жырың болып, мұнда жазылған аға дінінің дауласқандығынан, әкелі баланың ымырасыздығынан, бекті халқының жауласқандығынан, ей түріктің бектері сен халқыңнан, сен төріңнен, төрің деген билік өкімет, төріңнен, сен хандығыңнан, қағаныңнан айырылдың. Жер-жерге босып сандалдың. Сонда не бітірдің сен? Бек ұлдарың құл болды, пәк қыздарың күң болды. Өкін деп жазады. Мынау таста тұрсаң бәрі. Сөйтіп, бұлар енді кімдер бұлар? Күлтегін, білге қаған деген. Екеуі ағайынды кісі. Білге қаған тоны Күлтегіннің ағасы. Бұл екеуі Елтеріс ханның балалары. Елтеріс хан бұл бірінші түрік қағанаты құлайды, құлағаннан кейін ол жаңа жазған сен ана тамқаштардың дүниесіне қызықтың, алтынына, жібегіне қызықтың, сөйттің де алдандың, ақылсыздарың алданды да сөйтсен быт-шыт болдың. Біресе ілгері шаптың, біресе кері шаптың. Барған жерде не пайда таптың? Бек ұлдарың құл болды, пәк қыздарың күң болды. Өкін деп жазылады. Мынау сұмдық. Тастағы жазудың әрбір сөзіне үңілсең, түбінде терең тарих тұр. Бізге бүгін де ұмытпайтұғын, бүгін де бұған тесіліп қарап отыратын асыл мұрамыз осы. Әдебиетіміздің тарихының басында тұрған. Енді одан да ар жағында бар ғой, енді әртүрлі айтады. Бірақ менің білігім осы ең алғашқы біздің айнымайтын, тасқа қашап жазылған, өзгермейтін біздің жырларымыз осы. Күлтегін әкесі өлгенде 7 жаста қалған екен. Сонымен Елтеріс хан екінші түрік қағанатын құрады. Құрып, сол дейді, таудағылар төмен түсті, төмендегілер төрге шықты, сөйтіп елді жинады. Алдымен 10 болды, оның кейін 20 болды, 30, 40 болды деп көбейтеді. Сонымен елді құрады, екінші түрік қағанатын құрды дейді. Сол екінші түрік қағанатын қағаны осы Елтеріс хан. Елтеріс хан елді жинаған дегеннен шығады. Оның бір аты Құтлық хан, елге құтты болған хан деген сөз. Соғыстың заманында түрік қағанатының дәуірі жүреді. Жарықтық
Мен ана жылдары бір Моңғолияда туып өскен азамат Қаржаубай Сартқожалы дейтін інімізді осында алдырған мен. Маған бір күні марқұм Ақселеу айтты, Мырзакеу, Қаржаубайың қалды ғой ана жақта депті. Ойбай, неге қалады? Қаржаубай телефоны бар ма сен? Бар телефон. Звонда, келсін. Мен жұмыс қалам, үй берем. Қаржаубайды алдырғам. Оны алдырғаным Қаржаубай ана соның арасында өскен ғой, тастардың арасында. Соның нелерін бәрін біледі. Ықпыл-шықпылдарын бәрі. Соны екеуміз бірігіп, мен мұны жазғаным бар, бұрынғы бәрі шыққан. Қаржаубайдың маған жазған хаты бар, бірнеше хаты. Маған қатты риза болып, маған сыйынып жазады. Мені ұстаз тұтып жазады. Қаржаубай. Кейін екеуміз бірігіп атлас жаздық қой. Арқам өзгерістерін толық атлас деген. Сонда да жарияладық, онда біраз қателерін түзеп жарияладық мұнан. Мен алғашында орыстарға еліктеп, олар небоподобный, неборожденный, түркский, білге қаған деп басталады. Сосын мен соған еліктеп, Тәңіріден жаралған, түрік білге қаған, бұл шақта отырдым таққа, сөзімді түгелестіңдер деп кеттім. Ол өзім қателескенімді байқамай қалдым. Кейін түзедім қатемді. Ол енді өзін Тәңірге теңеп тұрған жоқ қой. Анда жазылған Тәңірі тек, Тәңірде болмыш, түрік білге қаған. Bu отқа болыртым, сабымын түкат есеткіл. Ұлайы інігінің оғланым, бірік оғышым бұдыл дейді. Сонысы, ол Тәңір текті дептір. Тәңірі дей деп тұрған жоқ. Орыстар қателескен осы жерде. Олар адылыпта да бар қате. Мен шамам келгенше солардың біразын қатесін түзеуге тырыстым. Мен өйткені, мен артық данышпандығымнан емес. Мен сол түрік тектес халықтан шыққан адаммын ғой. Олардың тегі басқа ғой енді. Сондықтан олар кейбір нәрсені байқамады. Мәселен, төр деген сөз тұр. Төр деген билік деген сөз, өкімет. Олар басқаша ұғынған. Сосын бұның ішінде неше түрлі қазақтың осы күнге дейін қаймағы бұзылмаған сөздер сол күйінде сол қалпында сақталған. Ей түріктің бектері халқы, сен жаңылғышсыңдар. Сен жағынбассыңдар. Сен алауызсыңдар. Соның кесірінен сен еліңнен, жеріңнен айырылдың. Өкіндеп жазады. Не деген сұмдық сөздер. Сай сүйегіңнен өтеді осы сөздердің. Сөйтіп, бұл енді қазір Құдайға шүкір халық әбден үйреніп кетті. Баяғыдан осылай келатқан сияқты есептейді. Бірақ білетін адамдар бар, оқып білген адамдар бар. Сол Күлтегін өзі әкесі өлгенде ел теріс қаған. Ел қағаны дегенді о заманда 3 аққанға берген екен. Соның біреуі ел теріс қаған, Құтлық қаған. Сол Құтлық қағанның екі ұлының біреуі осы. Күлтегін, оның ағасы білге қаған. Сөйтіп, ел теріс қаған қайтыс болғаннан кейін, қайтыс болғанда Күлтегін 7 жасында қалған екен. Сол жерде ел ақылдасып, тоны көктейтін данышпан бар, оны кейін айтамыз. Ақылдасып, бәрі сол білге қағанды хан сайлайды. Жас бала Күлтегін 1-2 жылдан кейін түрік қағанатының ұлы қолбасшысы болып тағайындалады. Мен енді баяғыда бала кезімде бір Грузияның бір фильмін көргем, Георгий Сакадзе деген. Сонда көріп, Грузин халқына табындым. Не деген керемет, мынандай батыр бар халық деп. О кезде білмеймін ғой.
Күлтегін ол Георгий Сакадзыны 10 есе орап алатын батыр. Оны өз сұмдық көп шайқас жасаған, сосын мен бұны қазақ эпосымен салыстырып зерттедім біздің батырлар жырымен. Айнымайды, өте ұқсас. Біздің алғашқы эпостарымыздың бірі осы. Осы мына Күлтегін сияқты, Білге Қаған, Тоныкөк сияқты жырлар. Өзі бұның айырмашылығы мәселен біздің қазақ эпостарында Алпамыстың астында байшы бар. Солай емес пе? Иә. Қобыландың астында Тайбурыл. Ал мынау кімнің астында? Соғысқа барған сайын аты өзгереді. Шыдамайды. Ол ат анда өлді дейді. Күлтегін тірі қалады. Күлтегін 10 жасында анам Ұмайдың бақытына ер атанды дейді. 10 жасында ер аталған. Мен осы күнге дейін таң қаламын да осындай. Орысша айтқанда легендарный, даңқты батыр өзімізден шыққан. Соны әлі күнге дейін ешқандай бір балаларға үлгі болатын батырлық келбетін көрсететін, соны татитындай. Я фильм жоқ, я пьеса жоқ. Бұда төменде келешекте болады ғой деп ойлаймын. Сөйтіп жарықтық. Ол Күлтегін бірде дейді, жетімекті мініп шапты дейді. Ол атанда өлді. Бір жерде кімнің аз деген халықтан шыққан қарагерді мініп шапты дейді. Есепсіз аттар. Соның бәрінде өле береді, артынан осы жолы Күлтегін алып шалшы ағайғырға мініп шапты дейді. Сол алып шалшы ағайғыры әйтеуір Күлтегін жорықтарының бәрінде тір жүреді. Ол Күлтегінмен бірге жырланатын орысша айтқанда легендарный даңқты жылқы. Ал жылқы қазақпен бірге туған сияқты ғой. Біздің жылқысыз күніміз жоқ, о заманда әсіресе. Мынандай жерді, байтақ жерді. Алу, оны ұстап тұру оңай емес. Мына Күлтегіндер сондай батыр болған. Сөйтіп жарықтық 47 жасында қайтыс болған. Қайтыс болғанда Күлтегіннің жерлеуіне дүние жүзінен хабар берген. Дүние жүзінен шын айтқан делегациялар келген. Соның біреуі Қытайдан, ол кезде Таң императоры. Таң императорынан 500 адам келген делегация. Соның 10-ы бәтіші болған. Тасқа қашап жасайтындар. Жазатындар. Солар жазған. Сол 10 бәтіші. Тасқа қашап жазған. Ал оны жаңағы делегацияның министрі басқарып келген. Не деген құрмет. Не деген таң. Сонда Күлтегіннің өз 3 қабырғасы бірдей түрік жазуы, бір қабырғасында жаңағы Қытай жазуы. Сонда кім жарықтық Таң императоры, Қытайдың императоры жаңағыларға тапсырма береді, бәтішілерге. Сендер мынаны соның басына қоятын құлпытасқа ойып жазыңдар. Менің бір сөзімді бұзбаңдар дейді. Олар соны бұзбай орындаған. Ана жылдары біздің елбасымыз Назарбаев Нұрсұлтан Қытайға бір ресми делегация басқарып сапармен барғанда мен соғыстың қолына осыны жаңа Таң императорының жазған жазуын, өз қолымен жазған жазуын көшіртіп, аудартып, Тұрсынхан Зәкәрнұлы дейтін ініміз бар. Жақсы ғалым, соған аудартып, ол кісіге қосып беріп жіберген. Сол кездегі саясат, қазіргі саясатпыз. Қытай менен достық қарым-қатынас. Анау жазады ана кісі. Күлтегін
Senin barыңда тірі кезіңде біз бейбіт өмір сүрдік. Тыныштық zaman орнады. Енді солай бола берсін. Біз бірімізді алдамайық. Қару жарақты қоймаға қояйық. Бейбіт қатар өмір сүрейік дейді. Не деген дипломатия? Сол заманның өзінде. Түрік қағатына сондай хат жазған. Жарықтық. Ал енді дүние жүзінде алған ғой түрік қағанаты. Дүниенің 4% алды дейді. Бомын қаған, естемей қаған. Дүниенің 4% алды, дүниенің 4% соларға қарады. Азды көп қылды, кедейді бай қылды. Тату елге жақсылық қылды. Құлды болды дейді. Құлдардың өзі құлды болыпты байғаннан. Бұны мен ойлаймын, біздің мамандар, тарихшылар өз алдына, этнографтар өз алдына, біздің әдебиеттің тарихшылар өз алдына бұны терең зерттеуіміз керек. Бұл ескерткіштерді ең алғаш зерттеген, тісі батып, қаламын салған ғалымдардың алдында біз басымыз диеміз. Олар бізге асыл мұраларымызды ашып берді. Бұл Шынтуайтқа келгенде біз жалтақ болып қалған халықпыз ғой. Анау біледі, анағына ақылдасайын, өйтейін, бүйтейін дейді. Мына ондай нәрсе емес. Бұл ешқандай жалтақтайтын ештеңе жоқ. Бұл сол заманда мәселен нені дейді ана, ертіс өзенін кешіп өттік. Жейхун өзенін бірді бетіп өттік деген жолдар бар. Біздің жерде тұр ғой бұлар. Інжу, Сырдария. Бәрі қазақтың жерінде оқиғаның бәрі. Мәселен, сол түрік қағанатын құрған негізгі рулардың негізі де сол біздің қазақ халқының құрамына кірген рулар. Немереге жалтақтаймыз енді біз. Ашығын айту керек, мен сондықтан кезінде мақала бөлек, кітап шыққаннан кейін бөлек мақала жазып, Күлтегін біздің бабамыз деп мақала жазғам. Ол біздің бабамыз. Ескерткіштің түріне қараңдаршы, басына қараңдар. Сосын оның әкесі Құтлық қағанның мүсініне қараңдар. Құлақшын, құлағын қайырып киген. Қиық мұрты бар. Өзбек емес, басқа татар емес, қалмаған қазақ. Біздің бабамыз. Терісқа. Ол сол кезде оноқ қалқы дейді екен, содан шыққан асылдар бұлар. Енді сондықтан әруақ риза болсын жаңағы бабаларымыздың толық Күлтегін осыларды зерттеген, осыларды ашып берген бізге, сырын ақтарып берген Томсон, Радлов сияқты асыл ғалымдардың алдында біз басымыз диеміз. Мен ана жылы Данияда болдым. Данияда болып, бір Хойзер дейтін даниялық бізді алып жүрді. Соған айттым, сен мені, енді бізді не, Копенгаген университетіне апарды. Копенгаген университетіне апарды. Сосын мен салыстырмалы тіл кафедрасы бар ма десем, жоқ. Сосын тіл кафедрасына байланысты кафедралардың бәріне кірдім. Томсонды біреу білмейді. Бір адам білмейді Томсонды. Жаман шаршадым. Сосын мен өзім делегациям бар еді. Бәріміз Хойзер, бәріміз шықтық. Сол университет жақын жерде бір скверде отырдық. Скверде отырсақ, бір тастан қашап жазған бір ескерткіш тұр екен. Хойзерге айттым, сен Хойзер, Иван, не деп жазылған мынада деп? Не бар мынада десем? Бұлар алтында бәрін ат жөнін жазады. Бұлар Данияның ғылымына айрықша еңбек сіңірген адамдар деп жазыпты. Үшінде Вильгельм Томсон тұр. Хойзер, мен іздеп жүрген адам мына ғой деді. Енді оларға үлкен ескерткіштер қойылады деп сөйледі.
Кейін мен осы университетке ректор болып келгеннен кейін қолымда билік тұрғасын Иманғалиға айтып, Тасмағамбетовке. Сөйтіп, арманым осы Күлтегіннің ескерткішінің көшірмесін жасатып, елге әкеліп еді. Ол арманға жеттік, Құдайға шүкір. Сонда Иманғали оның жаңағы неден Жапонияның Осака дейтін қаласына жасатып, сонда бар ғой 1 миллиметріне дейін дәл жасаған ғой. Не деген мықты ел. Сөйтіп ол ескерткіштің жаңа көшірмесін. Олар алып, үлкен самолеттің астына салып, неге әкелді? Сеулге. Сеулден сол үлкен самолетпен Алматыға келді. Алматыдан енді бері қарай әкелейін десе, ондай самолет жоқ. Үлкен. Сөйтіп соған мен вагон жалдап, сосын адамдарды жіберіп, ақыраны жіберіп, сосын пойызбен алдырдым. Сол ескерткіш келіп, жарықтық, көлденең көсіліп, аяғыменен университетке кіріп келе жатқан кезде, мені көзімден жасым ағылып, не екенін білмеймін. Жыладым да тұрдым. Келдің бе жарықтық. Сенің отаның осы, елің осы ғой. Соның төріне шық деп. Сөйтіп, сол ескерткіш орнатқанымызда 2001 жылы Нұрсұлтан Назарбаев ашты, президентіміз. Мен үлкен конференция өткіздім. Осы түрік заманына арнап. Сол заманда өркениетке арнап өмірі. Мәселен, Қытайдың өркениеті, Ресейдің, орыстың өркениеті, бәрі бар, шығыстың өркениеті. Түріктің өркениеті туралы ештеңе жоқ. Сол жолы біз арнайы конференция өткіздік. Енді қазір, Құдайға шүкір, бұл тақырып зерттеушілер бар. Жастар қаптап зерттеп жатыр. Бәрі қызығып оқиды. Әрбір бетін оқысаң, қайран қаласың жарықтықтардан. Және бәрі анық тұр ғой. Анау мұны шамамен өйтіп айтатын емес. Мына мен бұны аудардым. Ең бірінші рет қазақта түгел аударған. Және бұзбай, жолма жол. Сосын оның жағы буынына дейін сақтап аударған адам менмін. Бірақ мен мұны аударма дегенім жоқ. Демегенім себебі, егер бұл аударма, қазақ тілін аударма десем, онда басқа елдің ескерткіші болады. Сондықтан мен жаңаша дедім. Жаңашаладым. Сонда оқысаң қайран қаласың. Биікте көк тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласының үстіне менің ата тегім момын қаған, естемей қаған отырған. Олар қаған отырып, түрік халқының ел жұртын қалыптастырған ел кеткен. Төрт бұрыштың бәрі дұшман екен. Сарбаздарымен аттанып, төрт бұрышта халықтың халықты көп алған, бейбіт қылған, бастан еңкейкен, тізелін бүктірген. Не деген сөз? Эпос мынау. Тарихи жыр. Әңгімені осымен аяқтаймыз.